Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дәріс жалғастырамыз. Әл-иштиқоқ дейді. Иштиқоқ дейді. Түсіндіріп қойдым, не екен бағанағы сабақта, алдыңғы сабақтарда. Иштиқоқ мағыналары мен харптері ұқсас болған кәлиматтардың, яғни сөздердің біреусінен екіншісін шығару дүр дейді. Яғни бір сөзден аламызда екінші сөзді шығарамыз. Осыны иштиқоқ деп айтады. Мысалы, дорбун деген сөзден аламызда дорибун деген сөзді шығарамыз. Осыны иштиқоқ дейміз. Және дорбун мен дорибунның харптері ұқсайды, және мағыналар ұқсайды. Есім түрлену түрленбеу жағынан тағы екі түрлі болады дейді. Осы жерде қатты бір қысқарту кетеді қазір. Жамид, мастар деп екіге бөлінеді дейді. Негізінде бұлай екіге бөлінбейді. Бағана мен сабақта түсіндіргенім сияқты үшке бөлінеді. Жамид өз екіге бөлінеді. Зат және мағына деп. Мағынаны мастар деп айтамыз. Жамид мастар деп екіге бөлінбейді. Мастар жамидтің бір түрі негізінде. Жамид өз екіге бөлінеді. Әжер жамид тұрса екіге бөлінеді. Зат және мағына деп. Осы мағынаны мастар деп айтамыз. Жамид екіге бөлінеді. Зат мастар деп. Мастар жамидтің бір түрі негізінде. Бана бірінші сабақта мен көрсеткенімде иштиқоқ бірінші сабақ деген жерде көрсеттім, сызып. Мына жерде не үшін бүйтіп істеді? Аллаху алам, қысқарту үшін, халыққа түсінікті болу үшін істеген шығар. Жаңадан сарпты үйреніп жатқан адамға түсінікті болу үшін осылай қысқартқан болуы мүмкін. Жамид мастар деп екіге бөлінеді дейді. Есім жамидтен ешқандай сөз иштиқақталмайды дейді. Рожулун сияқты дейді. Рожулун деген исім жамид емес, рожулун деген жамидтің ішінде зат, зат. Исім мастар 12 сөз иштиқақталады дейді. Дұрыс, исім мастардан 12 сөз иштиқақталады дейді. Кесте берген, мынау кесте. Мына кесте. Осыны оқимын қазір. Өткен шақ дейді. Фе'л мади. Дұрыс. Осы шақ фе'л мудорих, және келер шақ. Исім фағил іс істеуші, исім мафғул істелген іс. Мадидің керісіншесі фе'л жахад, мудорихтың керісіншесі фе'л нафи. Бұйрық фе'л әмір, тыйым фе'л нахи, іс орындалған уақыт исім заман, іс орындалған орын исім мәкан, істі жүзеге асыратын құрал исім әла, істі артығырақ орындаушы исім тафтил дейді. Арғарай, мастар сөздің түбірі дейді. Мастар сөздің түбірі емес қазақ тілінде. Мына кітапты жазған адам қазақ тілін естемеген, қазақ тілін маман емес, бірақ араб тілін маман екен көрініп тұр. Мастар сөздің түбірі дейді. Мастар сөздің түбірі емес, қазақ тілінде сөздің түбірі, мысалы, мастар тұйық өтістік қазақ тілінде. Бірақ араб тілінде сөздің түбірі дұрыс. Бірақ қазақ тілінде тұйық өтістік болады. Қазақ тіліне аударсақ. Одан, мысалы, ұру десек, ұру деген сөз, ол тұйық өтістік. Ал ұру деген сөздің түбірі не? Ұр. Ұр деген араб тілінде не болып кетеді? Исім әмір болып кетеді. Идрип болып кетеді. Сол үшін мастар сөздің түбірі деген ол дұрыс емес. Қазақ тіліне салса. Бірақ араб тілінде дұрыс сөздің түбірі. Мастар сөздің түбірі дейді. Мастар тұйық өтістік. Одан бірнеше сөз иштиқақталады, дұрыс. Оның түрки мағынасы соңы мақ, мек болады, дорбун ұрмақ, қотылын өлтірмек дейді. Дұрыс емес. Не үшін дұрыс емес? Түркше білмеймін мен енді. Түркі тілінде дұрыс ұрмақ, дорбун деген ұрмақ, қотылын деген өлтірмек деп аударылатын шығар түрік тілінде, Түркияға барсаң солай аударылады. Бірақ қазақ тіліне дорбун деген өлтіру деп аударылады. Қотылын деген өлтіру деп аударылады, дорбун деген ұру деп аударылады. Ұрмақ деп аударылмайды, ұру деп аударылады. Мақ, мек деген бұл түркше ғой, түркше. Мысалы, түркше біреу ұрмақ десе, қазақ тілінде не болады? Ұру деген мағынаны білдіреді. Сол үшін қазақ тіліне бұл ұрмақ деп, дорбун ұрмақ деп аударылмайды, дорбун ұру деп аударылады, қотылын өлтіру деп аударылады екен. Біз түрік емеспіз, біз қазақпыз. Дорбун мастар дейді. Мастар. Одан 12 сөз иштиқақталады. Иштиқақталады деген мағынасы түсінікті. Одан 12 сөз алынады деген сөз. Дораба фе'л мади, мағынасы ұрды. Ядрибу фе'л мудорих, мағынасы ұрып жатыр немесе ұрады. Екі мағынасы бар, осы шақ және келер шақ. Дорибун исім фа'ил, істі орындаушы. Дорибун ұрушы. Мадрубун ұрылған жан. Ләм ядриб ұрмады,
ла ядрибу ұрмайды, идриб ұр, лиядриб ұрсын, ла тадриб ұрма, мадрибун ұратын жер немесе ұратын уақыт, мидробун ұратын құрал, адробу ұрғыш еркек дейді. 12 сөзін естеді, 12 сөзді жасады. Мынау кестені оқыдым. Мен бағана түсіндірген кезде біреусін тастап кетіппін. Әмір қойып тастап кетіппін ғой мен, лиядриб деген шатаспасам. Әмір қойыпты тастап кетіппін мен өзімнің кестемде. Жақсы, ары қарай басқа тақырып кетеді. Бүгінгі осы. Ва ахири дауан, алхамдулиллахи роббил аламин.